Ұмыт бола бастаған тоқыма өнері өмірімді өзгертті. Алматы облысы Дулан ауылының тұрғыны Ардақ Көлбаева осылай дейді. Ол басына түскен ауыр сынақты сабырлықпен еңсеру үшін ілмек пен жіпті сергеткен. Осылайша бойындағы күйзелісті жеңіп жаңа өмір бастайды. Ұлттық өнер бүгінде оның сүйікті ісіне айналған. Әріптесім Аршын Кемелжан жалғастырады. Ардақ Көлбаеваның қолына ілмек пен жіп ұстағанына 12 жыл болыпты. Әуеста ермек болған өнер кейіннен кәсіпке ұласқан. Ісмер келіншек 21 жасында биіктен құлап, омыртқасы зақымдалған. Жарты жыл төсек тартып жатқанда жанына жұбаныш іздеп тоқыма тоқуды үйренген. Қазір бір таяқпен жүрем. Вообще мүлдем жатып қалған кезім болған мен. Тұрмай орнынан жатып қалған кезім болған. Содан бері қарай мысалы айналысып келе жатырмын ғой тоқымамен. Мүмкін оның да бір пайдасы тиген шығар, жаңағы ұсақ моторика арқылы. Бүткіл нерв талшықтарын оятады деп жатады негізі тоқыма. Ардақ алғаш рет балаға арналған кеудеше тоқиды. Оны аурухана қызметкері сатып алыпты. Сауықтыру орталығында біліктілігін жетілдіреді. Әрмен қарай әлеуметтік желідегі бейне сабақтар арқылы шеберлігін шыңдай түседі. Кішкентай жилеткадан бастадым. Жилетка, көйлек, детский, шалбарын, штанын, жаңағы нелерін барлығын, жемпірлерін, кез келген нәрсені, тіптен ойыншыққа дейін, жеміс-жидек барлығын тоқи берем. Қазір уже данный момент бізде актуальный тапочка болып жатыр. Сыртқа киетін, үйге киетін тапочкалар дайын табанға тоқимыз. Өмірге деген талпыныстың, қайсарлықтың арқасында аяққа тұрған ісмер. Қазір бір үйдің түтінін түтетіп, 2 бала тәрбиелеп отыр. Отағасы Жалғас Қойшыбаев жарының өнерін бағалап, қолдан келген көмегін көрсетіп келеді. Мен жұмыс істеймін, мысалы. Бұл кісі 24-7 үйде. Мен жұмыстан келген кезде де шығып, мен бірге былай сол аралықтарда әйтеуір үрішіп спасын. Бір жағынан жаңағыдай танымал болғанымда жақсы ғой. Жаңа сатқан кезде апарып доставкасын салып жіберемін. Почтаға апарып өткізіп келемін, өзім барып тіркеп ат жөнімен. Ардақ Көлбаева қазір бас киімнен бастап кеудеше, аяқ киім және сөмкеге дейін қиындықсыз тоқиды. Азды көпті табысы бар. Ең бастысы тоқу өнері күйзелісті жеңуге көп көмегін тигізді дейді. Қазір Ардақ әлеуметтік желіге бейне роликтер жүктеп, тоқымаға қызыққан қыз-келіншектерге тегін сабақ беріп жүр. Аршын Кемелжан, Валентин Лабанов, 24 KZ, Алматы облысынан.